Мен туғанда әкем елуді еңсеріп қалған кісі екен. Әжем жарықтық әкемді балаларымның ішіндегі еті тірісі осы болды деп отырар еді. Әкем өз бетінше талпынып жүріп ескіше сауатын ашып алыпты. Содан өле-өлгенше өз бетінше оқыған адам. Ол есеп қисапты тәуір білетін, тіпті орыс алфавитінде ежіктеп шығара беруші еді. Жас күнінде ағаш ұста болыпты, етікші де атаныпты, тәуіпшілдігі де бар екен. Әсіресе зергерлікті жақсы көрген. Біздің елде одан өткен зергер ұста болмаған. Жігіт күнінде қыз келіншектің көңілін аулау амалымен үйренген зергерлік өнерін әкем қартайғанда тастамаған. Мұнда ол соққан сақина білезікті салып жүрген көзі тірі кемпірлер бар. Ал ол кемпірлер бір кесе ол жаған жас еді ғой. Әкем өз жанынан өлең шығарып, жиын тойда айтысқа да түсіп жүріпті. Ескі ақын жыраулардың термелерін, қисаларын жақсы көріп тыңдайтын. Бірақ жатқа айта алмаушы едім. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесі негізінде қазақ халқының қазынасы болып табылады. Салт, сана, дәстүр, ұлттық келбеті өте шынайы суреттеледі. Бауыржан Момышұлы бұл повесті 1974 жылы жазған болған. Бұл шығармада Бауыржан Момышұлының балалық кезі мен және оның әкесі Момыштың әртүрлі оқиғалары баяндалады. «Ұшқан ұяда» Бауыржан Момышұлының өзіндік көркем суреттеуі көзге түседі. Қалың халық ортасында қарапайым отбасында туып өскен болған. Жастайынан Бауыржан Момышұлының шешесі өліп, үлкен шешесінің қолында тәрбиеленген болған. Негізінен Бауыржан Момышұлы 1974 жылы өзінің аса құнды «Ұшқан ұя» атты повесін жазып шығарған болатын. Ол өзінің повесінде балалық шағын және әкесі Момышұлының оқиғалары жайлы баяндаған. Әкесі Момыш өз бетімен сауат ашқан. Сол кездегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. «Ұшқан ұяда» әлем тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануар болмысы, қауымның қалыптасуы, өмір туралы алғашқы мағлұматтарды, азаматтық тұрғыдағы ауыз әңгімелерді, әжесінен естігенін үлкен сүйіспеншілік сезіне есіне алған болатын. Сонымен қатар, ненің жақсы, ненің жаман екенін, әжесінен үйренгенін мақтан ететін. Менің атам Имаш 1911 жылы 92 жасында көз жұмды. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момышұлы екен. Оны жұрт Момыш деп атап кеткен. Әжемнің аты қыз тумас болатын. Қартая келе сары кемпір атанған. Жарықтық, ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кездерде болмаған деседі. Әжем өз ұлдарына өңкей ақ құбаша аруларды айттырғысы келген. Соның кесімнен әкем Момыш 33 жасына дейін үйренбей жүріпті. «Ұшқан ұя» повесінен үзіндім. Менің бабам Имаш 1911 жылы 90 жасында дүние салған. Менің бабам орта бойлы, орақ мұрын және от жанарлы кісі еді. Оның 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Бірақ бәрі жұрт оны Момыш деп атап кеткен. Менің әжемнің аты Құстымас еді. Қартайғанда оны бәрі сары кемпір деп атап кеткен. Ол жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болған. Бірақ менің әкемем ақ құбалы қыз алыңдар деп айтып. «Ұшқан ұя». Менің бабам Имаш 1911 жылы 90 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанары сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп атап кеткен. Әжемнің аты Құстымас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен саяқ. Ол біткеннің бәрі қазаның түп некесінде әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзіне тартып, ақ құбаша ажарлы шықты деп отыратын еді жарықтық. Әжем өзінің ұлдарына өңшең ақ құбаша аруларды айтылғандық. Ояздың қасында кезде Тілмаш болар едім. Тілмаш дегенің елді билеп төсеген сұмпайының өзі. Соның аузы дуалы, ұлыққа не десе сол болады. Арызды Тілмаш Оязға не деп аударып
жатқанын сауатсыз қазақ қайдан білсін. Әкемнің айтуы қарағанда Тілмаш деген пара жегіш дауласкер екі жақта бірдей соршы жемқор болған. Сенің сөзіңді сөйлеймін, деді де ұлыққа әңгіменің өзін айналдырып жеткізе береді. Ол кезде әрбір 3 жылда ояз болыстар мен билердің төтенше съезін шақырар еді. Оның қарсаңында сайлау науқаны сапырласып, екі одай тартыс, жік-жік атыс, пара беру, жала жабу, бір-бірін тіркестен қағып, орқа жоғу, айла тәсіл, қулық, сұмдық, болыстыққа талас өрттей қаулай береді. Бір жолы өңшек атқамінер пысықтар сайлау алдында жиналып алып, қатты сасын жандары алқынға келіп, қиналып тығырыққа тірелді. Ойбай, қағаз тоқтап қалды дейді ғой, бір-біріне қатты сасып. Асу бермес асқар белдің алдына амал құрғандай боп тұрған кездері екен. Ішінде әкемнің нағашысы Байтана Текебай би де бар екен. Ол кісі қайтты сайланудың сары уайымын ақылап үхілеп, берекесі кете беріпті. Оязға дер кезінде мына қағаз бармайтын болды деп қатты қайғырған сонша, оны көріп менің әкем Момыш: «Не болып қалды? Неге қиналдыңыз?» деп сұрайды. «Жартыны ешкім жаза алмай қойды ғой, Құдай-ау», депті би. «Жарты дегені 1/2 екен. Мен жаза аламын», деп менің 24 жасар әкем. «Сен жаман неме, не жазып жаратамын дейсің? 2 күннің жүзі болды, ол қиын жазуды мына оқыған молдаларды өзі түсіре алмай отыр», деп Қайран, балалық ай десеңші, алыста қалған арайлы адал таңдарым менің. Онда мен кішкентай сәби едім. Ал айнала таулар да, үйлер де, қой тастар да, жылқылар да, бәрі үлкен болатын. Адамдардың бәрі айналайымнан басқа сөзі жоқ. Күлген мейірімді жандар болып көрінеді. Қария кісілердің сақалынан қасиет қадір белгісі көрініп тұра еді маған. Ер мінез жігіттердің кесек тұлғаларынан, шашбаулары сылдырлаған келіншектердің жүріс-тұрысынан мен адамзаттың асқақ сұлулығын түйексіз байқағандар болармын. Солардың бәрі мені аймалап, сүю үшін жаратылған жандар сияқты сезілуші еді. Ол ма? Анау асқар таулар, етектегі енесті шексіз дала, көгілдір аспан, түнде жымыңдаған жұлдыздар, толықсып туған-ай, жасыл жайлау, бәрі тек маған ғана елжірей қарап, мені ғана аймалап әлдилейтін сияқты еді. Дүние сенің сәби кезімен көргендей, өмір бойы қайырымды, аспаны күмбез, желі жібек, әдемі ертек тура берсек, кәне. Әкем маған ата-тегіміздің аты-жөнін үйретуші еді. «Кімнің баласысың?» деп сұрайтын ол. «Мен Момыштың ұлымын». «Момыш кімнің баласы?» «Момыш Имаштың баласы». Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң мені 7 ата жөніндегі білімді тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатын ол кезде кім білген? Ұшқан ұя. Менің бабам Имаш 1911 жылы 90 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын от жанарлы сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп атап кеткен. Әжемнің аты Қыз Тумас. Қартайғанда сары кемпір атанған. Аса жарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай аруы кезге ел арасында не кетсін. Ол біткеннің бәрі қазан түп күйесіндей әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзіме тартып, ақ құбаша жарлы шықты деп отыратын еді жарықтық. Әжем өзінің ұлдарына өңшен ақ құбаша аруларды айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін салт басты, сабау қамшылы жүріпті. Әкем содан айтыс қуып, әндетіп жүре 33 жасында Байтана руының Әбдірахманның Рәзия атты қызына үйленіпті. Ол менің шешем еді.